Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте керемет тағам сосисковый тесто рецептін көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге жылы сүт және сұйық май, тұз, ашытқы және қант қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне ұнымызды азыздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Менде қамыр 1 сағат тұрды. Енді оны ыдысымыздан босатып, 2 бөлікке алып, домалақ зуалат жасайтын боламыз. Енді қамырды алып, оқтаймен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Енді жайылған қамырларды ұзынша етіп, видеода көрсетілгендей кесіп аламыз. Енді сосискаларымызды алып, біртіндеп үстінен қамырмен орап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Енді противенге пергамент қағазын қойып, барлығын сол жерге жайып. Енді сосискаларымыздың қамырларының үстіне тестосына жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Барлығын 200 градуста 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің сосисковый тестомыз дайын болды. Өте дәмді, дәл балалық шақтағы буфеттегі сосисковый тестенің дәмі тәріздес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.